физиологияның оның кімге керегі бар деп ойлаймын да қазір. Соның бәрін ешкімге ештеңесінің қазір керегі жоқ. Неге? Соны ең болмағанда бір сабақты мынандай психология сабақ қылып бізге қосып қойса, бізде магний как притягивать, жақсы сөз жарымыз айтып кеткен қазақтар. Бірақ біз соны аффирмация деген білмегенбіз. Ал білетіндердің өмірі басқаша болғанда, біліп өз-өзіне бізде работа над собой деген мен Тяньшиға үйрендім. Тяньшиға мыңда бар, айтамын, бұл жерде бәрі бар. Бәрін үйретеді. Главное, сіздің өзіңіз өзгерсеңіз, сіздің айналаңызға сондай адамдар келе бастайды. Бұрын мен мысалы бизнес бастаған кезде кейбір адамдарға қараймын да, командасында бизнесмендер, ақшалы адамдар, жаңағы келеді пәлен мыңға бір продукт салып, ол кезде енді көзқарасым сондай, маған сондай адам қашан келеді екен деп ойлайтынмын ғой. Сөйтсем біз деген өзіміз сол кезде қалай магнит боламыз, сол кезде біз соны притягивать еткен сондай адамдар. А сонда өзің дайын болмағасын, ол адамдар келмейді да сізге. Сол үшін бізде сетевой маркетингте адамдар бөлінеді. Үш түрге бөлінеді. Бірінші бұл позер дейді, позер ма немен жаңағы. Қалай айтсам екен, как фейерверк сияқты. Келеді да сразу ақша тапқысы келеді. Келеді да сразу 300 мың табам дейді да. Сол 300 мың таппай қалса, ол келмей қалады. Ол адамдарға список жаз десең, бүйтеді, так, менің ойымда дейді, 4 адам бар дейді. Сол 4-еу точно келеді деп тұрмын. Давай соған барайықшы. Бар ма адамдар? Сосын ол адамдар келмей қалады да айтады, ой, келмей қалды ғой дейді да, бір күн келеді, 2 күн келеді, 3-ші күн офиста жоқ, ақшасын салады да, соға кетіп қалады. Енді көп адамдар біз келген кезде сөйтіп ойлаймыз да, бірақ екінші сол этаптан өтеміз. Екінші есі бұл любители дейді. Любители бұлар нелер, бұл әуесқойлар. Олар списогі ойда болмайды олардың. Олар не істейді, олар жазады. Маған жаз деді ғой 100 адам дейді, жазады. Бірақ жазады да, олар сенбейді солардың келіп, жаңағы сенімсіздік, работа над собой жоқ қой енді бастаған кезде. Жазады, шақырады списокпен. Списогі азайған сайын ана адамда сұрақ пайда болады. Қанша адам шақырып олар келген жоқ, не істеймін. Соңында бір 3-4 адам шақырады да, келмей қалса болады, ол да сөйледі. Енді үшінші тип адамдар, бұлар профессионалдар дейді. Профессионалдар. Бұлар не істейді? Бірінші біз профессионал болуымыз не істеуіміз керек. Мынаның бәрін жазамыз дұрыс, извод жасаймыз бұл дұрыс. Бірақ ең бірінші тағы нәрсе бар. Біз екінші жағы негізінде духовный законның богатство айтады ғой. Адамның материальный жағы мен духовный жағы екеуі как две стороны болу керек. Бірдей болып, мына кітап дәптердің екі бет бір бет сияқты болады деп ше. Мысалға сіз енді мынаны қойып қойдыңыз екінші бетіне, материальный сторонаңыз. Сіз бірінші бетіне не қоясыз? Сіз бірінші бетіне мен қалай профессионал бола аламын? Сетевой маркетингте. Мен профессионал болған кезде, сіз профессионал болған кезде, мен өзімнің қазір сол бойынша жұмыс жасап жатырмын. Қалай мен профессионал мысалы болуым керек? Каждый адамның өзіне жүретін нәрсесі рас қой. Енді профессионал болған кезде, сол кезде мына ақшаңызды қойдыңыз, қарадыңыз, бірақ ақшаға қатты зациклиться етпей, бір сторонасы бар. Жазып қойдыңыз, күнде көріңіз. Сіз профессионал болды ойласаңыз, мынау өзін өзгереді. Екінші бір сторонасы бар. Өзің дамытсаң ба? Өзіңді дамытасың. Сонда мынау материальный нәрсе, мынау духовный нәрсе, сіздің миссияңыз. Мен профессионалды адамдарды оқытып үйретуім керек. Өмірін өзгерткісі келетін, мен ол адамды дайындауым керек. И сол кезде сізде профессионал болған кезде не болады? Сізде лекторлар пайда болады, сізде өлмейтін команда болады ғой. Сол үшін біз сетевойда не істеуіміз керек? Өзіміз профессионал болуымыз керек. Профессионал болу үшін айналып келгенде мынау ғой бәрі. Работа над собой, аффирмацияңды айттың и күнде әрекеттің. Сөйтеміз да, өсті, целімізді көріп алдыңыз и профессионал болу үшін не істеу. Мысалға мен қазір Гүлмиралардың қасында көп жүремін. Үйренетін нәрсе көп қой, көп нәрсе ғой, мен қараймын да, Гүлмираға қараймын да, Гүлмираға мыңдап рахмет етіп, осындай адам қасында болғанын. Түртіп қалсам болды, аузын ағып тұр ғой информация деген. Неге? Оның бәрі бірден келген жоқ, оның бәрі годами келген нәрсе. Сосын мына жерде тағы бір нәрсе айтып кетемін. Бұл кітап оқу. 6-шы. Обязательно сіз өзіңізге не істейсіз? Кітап оқисыз. Соңғы айда сіздер қандай кітап оқыдыңыздар?
Мен бір кітап оқып жүрмін, иә. Мен бар ғой, бір 2 кітапты қойып қоямын. 2 кітап. Бір кітапты таңертең оқимын да, бір кітапты кешке орай оқимын. Или болмаса кешке оқуға шамам келмей қалса, болмай қалады, мысалы уақытым болмай қалады. Кешке оқымасам, приложение бар қазір телефонда. Көшіріп алдым кітаптардың приложениесін. Соны оқып жүрмін. Соны оқып жүрмін. Автобуста, таксиде оқисың. Или болмаса мүмкіндігім болса, машина болса аудио қосып қойып. Мен соны оқып жүрмін қазір, аудио кітапты. Иә. Сонда қараңыз, сіз кітап оқыған кезде сіздің өзіңіздің артынан ерген командаға айтатын нәрсе табылады. Иә. А кітап мен өзім байқаймын. Бір айда бір кітапты кейде болады, бір айда бір кітапты әрең бітіремін. Сол кезде өзім мындай, короче, ішімде мындай болып кетеді да. Біреу бірдеңе сұрап қалса мен не айтамын деген сияқты болады. Мен өзім сондай ғой. Сол үшін күнде хотя бы 2 главасын оқыдыңыз ба, соны бір конспекттер арнап қойыңыз да, дәптер. Керек жерін түртіп алыңыз. Ол сізге неге? Ол сізге инстаграмға пост жазғанға да керек. Иә, сол теманы аласың да, оқыған кітабың темасын аласың да, сетевикке делится на 3 типа, мысалы, позеры, любители, жаңағы профессионалы деп бір темаға бір пост жазып жібересің, полезный пост. Иә, точно. Оны көрген оқырманың да мәз, командаң да мәз. Осы сияқты айналып келгенде бәрі өзіңізге байланысты ғой. Иә. Мынаның бәрі айналып келгенде өзіңізге байланысты. Жаңағына бір кітапта жазған ғой. Пәленбай мың төлеп бір миллионердің секретін білуге барса, сахнаға трибунаға шыққан жатқан. Ничего нет, ничего невозможного, все зависит от вас деп болды. Сөйтсе айтты. Сонда не? Сол жерден пәлен мың доллар ақша төлеп, сонда 2 ауыз сөз естуге кетті. Сол сияқты. Сол ғой айналып келгенде өзіңізбен жұмыс жасасаңыз, сол тоқтап байқайсыз, өзіңізбен болады, үйде бір ана тірліктер болып қалады, стресс алып қаласың, үйде бір жағдай болып қалады. Сол үйіңнің, короче, несіне кіріп кетесің кейде болады, бәріміздің басымызда бар ол. Сол кезде байқасаң, мына работаның атысымен түкке де керемей болмай қалады, күндер болады, иә? Жасағың келмейді, энергияң жоқ. Сосын өз-өзіңе қайтадан қайрайсың да, істеуің керек, бітуің керек.